жатқан кезде есіңізге түсірсеңіз, қазір сіз де біреумен алысып жүрсіз. Иә? И этаппен, мысалы 2013-тен 2015-ке дейін мен мынандаймен алысыппын, 2015-тен деп өзіңіз просто өзіңіздің өміріңізге анализ жасасаңыз, сондай болады. Енді мен жаңа көршінің апасын неге айттым сіздерге? Адам егер де қасындағы адамдармен басқа қатынасын түсінбесе, адамдарды қабылдамаса, біреуді былай теуіп, біреуді былай теуіп, иә, менікі ғана дұрыс қатып алған, қақайған состояние, кәрі болып сен өлгенше ие береді. Иә? Бірінші жаңағы көршінің баласымен, көршімен алыстау, мен ана шеңберді, енді ол шеңберді қазір мен тапсам жақсы. Ең бірінші өзіңнің жақын адамдармен сынайды. Міне, мен деген, иә, түсініп, отбасы. Отбасында ол кім? Туыс, бала, күйеуді бір тебесің. Балаң енді ол кішкентай болады, сен 30-да 40-та болғанда қасында 5 жас, 7 жас әйтеуір ілесіп жүре береді. Өзіңнің бір телешка деймін дейді, арбаңның дөңгелегі секілді. И сен, например, күйеудің туыстарын, өзің туыстарын, бауырыңды бәрін итеріп тастау мүмкін. Келесі достар деген келеді. Ол жерлерде де итеріп тастау мүмкін. Жұмыстастар, ол жерде де. Сонда жаңағы менің көрші апайым айтады да, я работала жаңағы неде дейді, ненің аты неді? Аэропортта. И сол аэропортта дейді, масқара мына фильтрді таппай қалдым ғой енді. Аэропортта дейді, неде отырам дейді, кабинетте не болып. Неше түрлі адамдар келеді, бәрі сауатсыз. Я всех там воспитывала, арыз жазуды, заявление жазуды, всех учила. Өйттім, бүйттім жаңағындай. Адамдар деген вообще осындай болады, неграмотный болады деп әңгімелесін. Мен еще жаңағы психолог өзінше жүрген адам зерттейміз ғой. Сонда өмір бақи мынандай деген состояние не түсінбей қойған ғой, сынақты түсінбей қойған. И жасы 80-ге келсе де, иә, өзі ақша таппайды, бір пенсиясына өмір сүреді. Ана жерден бір сұрайды, мына жерден бір сұрайды. Қызына сүйкімсіз, баласына сүйкімсіз, баласын қуып жіберейін десе қуып жібере алмайды. Бұл менде осуждение. Бұл менде просто сіздерге өзіме түсінік алдым сол кісіден. И сіздерге де соны айтып жатырмын. Ту, мына әдемі фильтрім жоқ болып кетті ғой. Бетімнің енді қисық-мисығын көрсетіп сіздерге сөйлейін. Тағы сөйлейтін болдыңыздар ғой. Осы сіздер үшін тағы не істей аламын деп күшті қыз болайын десем, болмай қалам да осылай. Құдай болдырмай жатыр да, сындырып жатыр. Ал енді бетіңнің бүкіл кусоктарын көрсін осы жердегі 1000 жарым адам деп. Сондықтан мен сіздерге бүгін не айтқым келіп тұр? Маған көп әйелдер жазады. Балам ойын құмар, үйдегінің бәрін сатты, көршілердің несіне дейін сатты, қарыз алады, соны төлеймін. Немесе балам арақ ішеді, немесе вообще мынандай тенденция қазір көп. Балам комнатасында жатады, күні бойы ұйықтайды, түнімен ойнайды, түнімен тамақ жеп шығады, ақша ұрлайды. Неден жаңағы менен. Сонымен бұл баланы не істегенін білмеймін. Іштен шыққан жұпар жылан деген, не? Ең бірінші түсіну керек, сіздің қандай тапсырмаған емтиханыңызға бала деген это уже высший пилотаж. Бір мектепке келген кезде бірінші 90-нан баға аласың, екінші 90-нан аласың, үшінші 90, и қорытынды 90-ға келген кезде уже госэкзамен болады, там бақылау болады, фронтальный тексеру келеді деп бір мектепте чулап жатыр ғой. Сол секілді уже сіз жаңа бірінші 90-ның өмірдің емтиханын тапсырмадыңыз, 2 алдыңыз, 3 алдыңыз, екінші 90-нан неправильно что-то не сдали. И сіз қазір бала деген ол жаңа фронтальный контрольный, да, уже соңғы, уже бір, уже құдай некуда уже еп келесі уже өзің бағанағымнан суреттегі секілді уже жан-жақтан уже сені сынады, досым жоқ, туысым жоқ, әпкем менімен араласпайды, жаңағы мамаммен араласпаймын деген секілді уже қысып сен уже балаға келді да, последний круг. Енді последний круг мен. Жаңағы суретте көрдіңіздер ғой. Мен деген ол не? Это уже тело. Уже келесі уже сені теломен сынайды да. Жаңағы резкий бір аурулар, жаман аурулар. Сондықтан сабақты түсініп алу керек. Сабақты, өмірдің сабағын, өмірдің бәрі тек отношениеден тұрады. Бұрыннан қақсап айтам. Айналадағы 5 адамың.
айналадағы 5 адамыңды реттесең, бұл бірінші жаңағы меннен кейінгі. Все, сенің күшің уже досқа да, туысқа да, өмірге де, ақшаға да бәріне жететін болады. Ең басты сынақ, ең басты адамның емтиханы бұл жаңағы екінші круг. Адам менің сынағы соңғы уақытта келеді. Менің енді өзімнің жеке субъективті бір статистикам бойынша бір өмірдегі уже соңғы этап уже мен. Сол үшін желательно күйеу, туыс, бауыр, бала деген сияқты. Прям сол кругты реттеп алу керек. Мен жаңағы апайды неге айтып жатырмын? Ол апай өзі енді жас кезінде ол емтихандардан өтпеген, күйеу бір жақта қалған, анау бір жақта қалған, не дегенді вообще жолатпаған, жаңағыдай туыс, бала дегендердің бәрі фук-фук. И өзінің баласымен сыналып жатыр. И то елмейді ғой, қатайып алған. Он виноват. Мына бала мектепте оқымады, кезінде мен заведующий болдым отдела кадров, и ол деген так ходил, он виноват. Он виноват, вот. Он сондай сүйкімсіз бала, мені аямайды. Я вот горбачусь, жаңағындай көшеден бутылка терем, жинаймын, сдаю, где-то зарабатываю, біреудің баласымен отыра тұрамын, нянька болып. Почему сен жасың 70-те, 80-де біреудің туған емес, біреудің баласын нянчить етіп отырсың? Потому что бала деген тақырыпты айтып адамның өзінің өмірінде этаппен жаңағы математика, геометрия сияқты, экзамендер сияқты өзі бір этаптар болады. Бір жерде сені баламен алыстырады. Мысалы, декретте қыздар маған жазады. Ой, хочу на работу, уже устала, уже үйдің ішінде, 4 қабырға, муж уходит. Да ты сначала это закрой. Материнство деген жаңағы нені пунктты бітір до конца. Отдай. Қарыз болып қаласың. Ана недочет болса университетте сенде шығады ғой кейін бір какой-то жылдарда. Бірінші курс, екінші курста или өткізбейді екінші курсқа. Ты не сдал деп. Сол секілді баланы жасың 25-те кезінде балаға Алла тағала менің байқағаным, мен өзім көп балалы анамын ғой. Қазір бүйтіп поликлиникаларда кішкентайлар біреулер мамаларын, өзім сестренкаларымның балаларын қараған кезде анаға шексіз энергия береді Алла тағала. Шексіз махаббат береді. Баласы құлап атады, ана боқ-боқ болып атады, қолын несімен жуып атады, сол баласының деген тыңдап атады. Шексіз энергия береді, когда она открывает свое сердце. Осы баланы, и қазір сені именно баламен алыстырды ма? Кейбіреулер жазып жатады. Спираль салсам да 2 қабат болып қалыппын. Или там я не хотела, не планировала, но мен тағы да уже. Значит, сен бала деген теманы бітірген жоқсың. Сыртыңнан маскамен күшті болып, может, күшті мама болып жүрсің. Но Құдай сенен сұрағандай, сенен қалағандай беске тапсырып жатқан жоқсың. Любой адаммен емтиханды, хоть это сен балаң, хоть это сен көршің, ты должна сдать қарызыңды өтеп тастауың керек. На 5. На 5 дегеніміз полностью принятие. Махаббат болып, сол енеңді, сол коллегаңды сүйіп, жақсы көріп қажеті жоқ, но ты должен принять и никогда потом не осуждать. Я деген нәрсе. Мынау неге бүйтіп қалған екен деп. Мына кісі осындай екен ғой. Деген секілді осуждение жоқ, уже ты полностью принимаешь. Алланың өзі жаратқан осы адамды. Если даже он алкоголик, алкоголичка, енең алкоголичка, я должна это принять. Я понять. Бұл өмірімде қазір мен бірдеңені түсініп жатырмын деген секілді. И жаңағы мамалар. Мен мысалы сондай мамаларға Алла сақтасын, әлі ондай возрастқа жеткенде жоқпын. Балаларым әлі кішкентай, бірақ алдында енді қыздар өсіп жатыр, но қыздар кішкене ұлдан қарағанда басқаша болатын шығар. Мен айтам, таста да кет. 4 аяқтап қаш. Ондай масыл, түнімен ұйықтайтын тастай алмаймын. Ертең бірдеңке бүлдіріп қойса, түрмеге қалып қалса, үйден қуып шыға алмаймын. Ол мысалы кетпейді десе, өзің қаш. Білмеймін, мешітке барып қон. Уже тебе некуда, уже сүйкімсізсің. Анда да сүйкімің жоқ, мында да сүйкімің жоқ. Әпкең араласпайды, туысың араласпайды, жұмысың жоқ. Анда-мында зарабатываешь. Негізі ол жаңағы мен апайды айттым ғой, аэропортта заведующий кадр болған. Ондай әйелдер темір әйелдер. Біз мықты темір әйелдер қасымыздағы ер азаматтар жеп тастаймыз. Энергиясын, намысын жеп тастаймыз. Сондай бір бессознательно, әдейі емес, бессознательно. Сол кезде сіздің ұлыңызда, сіздің мықтылығыңызға, сіздің ақша таба алатыныңызға, сіздің неңізге уже сеніп алғанда
и масыл болып алған. Уже сіз оны қасында жүру арқылы, наоборот, еще хуже делаете. Жаңағы менің көрші апайым сияқты, ертең ол 40-қа келеді, 50-ге келеді, пенсиямен әлі гарбач істейді, пока өзің өліп қалмағанша әйтеуір әлі сол бағып жүресің. Енді айтуға оңай шығар, но мына сепарация дегенді оқыңыздар. Ата-анамен қалай сепарироваться ету керек, баламен қалай сепарироваться ету керек. Ерте мен неге қыздарымды шейтерге жіберіп қоямын. Астанада да оқу бар, өссін, оқысын. Біз күйеуіміз екеуміз өте удобный родители, өте энергиямыз екеуміздікі де тасып. Мен күйеуім бір күнде бір жерде отырып демалғанды жақсы көрмейді. Тыпыр-тыпыр бір жерде бірдеңке салып атады, бірдеңке құрылыс салып атады, бірдеңке бір жақты сатып атады, алып атады, келіп атады, бір шетелден бір машинаны әкеп атады, оны қайтын. Короче, сондай, И біз қыздарымыздың энергиясын жауып тастауымыз мүмкін. Дайын асқа тік қасық. Қазіргі үйдегі қыздар да сол. Мысалы, ауылда кезінде біздің возрастта 16 жастағы қыз ұяқтап, қамыр жайып, бүкіл үйді генералитет көрі шығарады. Біздің қыздар қазір ондай жоқ. Бір посудан жоқ болса, соған мәз біз. Сол секілді біз өзіміздің энергиямызбен, ақшамызбен, күшімізбен балалардың жолын жауып тастаймыз. Заранее, ертерек ауылда тұрсын ба, кет. Вообще негізі еврейлер сөйтеді екен. Үйден баласына там $100 береді да, осыны $200 алып кел. Бір жылдан кейін алып келесің ба, бір айдан кейін алып келесің ба, это саған тест. Если сен, например, 3 баласы бар ғой, там Айгүл, Шайгүл, вот үшеуіңе $100-дан қайсың бірінші алып бересіңдер, самый лучший, вот, успешный. И аналар тақырлап кетеді. Келесі жол $200 алып береді. Біреу бір жылда келеді, біреу бір айда келеді деген секілді. Еңбекке үйретеді, ақылын айтады, тәрбиелейді. Ал біз не істейміз ана, курочка, наседка секілді көтеніміздің астынан басып аламыз да. Ол өліп қалады, ол менсіз өліп қалады, ол ертең позор болады, ол мен абыройымды шашады. Абырой деген кімнің жетіскен абыройы бар? Мен қазір осы абырой, позорды шашады, бірдеңе деген жетісіп жүрген ешкім жоқ. Елдің бәрі бір-бірінің көтенін ашып, бәрі бірдеңке болып жүр. Бәрі ақшадан өлген. Мысалы, мен де біреулер айтады ғой, ақшадан өлген бірдеңке. Сау сиырдың боғы бар ма осы әлемде? Періште бар ма? Періште көкте ғана. Қазір мені тексер, бәрін тексер, любой қазір бір адам тексер, любой адамның артында пайда, любой адамның артында бір өзінің бір отбасына деген, өзіне деген бір пайдасы, біреумен араласса да, кейде мен байқаймын, бір адамдар жыпылдап қасында жүреді, өзінікін алғаннан кейін жоқ болып кетеді. Ренжімеймін. Ну ладно. Молодец. Отырып естеймін, опыт аламын, кетемін. Елдің бәрі сол. И вообще абыройым, бір абыройым нететіндей бір, білмеймін, елдің президентісің ба, елдің бір жауапкершілігін алып жүрген, немесе бір батырсың ба, қорғап жүрген. Құрсын, қайдағы абырой қазір? Бір адамдар бір өздеріне маска киіп алады да, ол ар жағында уже белгілі ғой. Өзіңнің туған бауырыңмен араласпау деген уже болды ғой, абыройың қандай шкалада тұрғаны көрініп тұр ғой. Ол немене оны абыройыңның қалған құтқан жамап, жаңағы жасаған тіккен бұққаныңды қаяғыңа тығасың? Елдерге көрініп тұрады, сіздерге менің бүкіл нем көрініп тұрады. Оның қазіргі заманда вообще все надо быть открыто. Мен соны балаларымнан үйрендім. Қазіргі жастар, мына 2000 жылдан кейінгі туғандар, көбісінде жаңа сүт сайларында екіліктер бар дейді ғой. Олар өте басқа адамдар. Мысалы, мен өзімнің қыздарымнан білем, фальшты жек көреді. Мен кейде бүйтіп, ойбай, фильтр қосайын, ешқашан фильтрмен суретке түспейді. Мысалы, дастархан жинаңдар, қазір мына жерде сторис түсіремін десем, мам, зачем алдайсың елді дейді. Осылай кір дастархан түсіре бер. Коланы алып тастаңдар, қазір менің оқырмандарым сөйлейді, қыздарыңа кола береді. Или там фейриді алып тастаңдар, мен қазір оқырмандарым, мен өзі фейриді жақсы көремін. Мен Қошманбетте 40 жыл фейримен жүріп. Қазір бір анандай бірдеңкелерді алып, соны менің фейриіма сөйлемейтін адам жоқ қой. Кухнямды түсірсем бітті, ана фейри қолды құртады, бірдеңке, маған ұнайды. Менің фейрим, тиіспеңдер менің фейрим. Соны маған қызым айтады ғой, зачем сен фейриді тығасың, если сен соны. И прям открывайся, и все, какая ты есть, такая и живи дейді да. Сол секілді ана жыртылып бір абыройларыңды сақтап, немене бір 18-дегі қызсың ба, бір қыздығыңды сақтап, күйеуге тиіп бірдеңкең жыртылып ататындай, уже жыртылды, не дейді анандай, огонь в воду и медные трубы бәрінен өттің, оның бәрі елдің бәріне белгілі, оңға жағындай немене оны беттеріңді жылтыратып, бірдеңкені бір елдің алдына абырой, таста да қаш. Ондай вообще таракандардың, ондай паразиттардың қасынан қашу керек. Или оның көтеннен тебе алмадың ба? Оны аяғанмен, қазақта сөз бар ғой, аясаң, аяма дейді.
аяп жаңағындай паразиттерді өсіріп, әсіресе әйелдер, әсіресе мықты әйелдер өздерінің ұлдарына осындай отношение болады. Енді Құдай кешірсін, мен сайрап отырғаныма осы негізі бала тәрбиесі туралы айтқым келмейді, себебі өзім балаларым әлі өскен жоқ. Бірден кейін лишний сайрап қалып, аллам кешіре гөр, ертең қандай болатын. Бірақ енді хат жазып өстіп жылап еңіреп сұрап жатқаннан кейін өзімнің примерно осындай нәрсені айтқым келеді. Ал енді бүгін комментарийді қостым. Мәссаған, мен үйлі болдым қаскелеңнен дейді. Вау! Үй деген күшті ғой, үй деген күй. Күйіңіз келген ғой, значит. Үй деген ол үйе бер дейді. Уже сол үйге енді үйе бересіз. Махаббатты да, байлықты да, жақсылықты да барлығын үйе бересіз. Бүгінгі тақырып не еді? Басында бір күшті тақырыпты бастап едім. Дарылдап не болып кеттім? 3 километр ма? Қанша 2 километр жүргеннен кейін дарылдап кеттім. Ал тақырыпты айта қойыңыздаршы, естеріңізде бар адамдар. Себебі сөйлеп отырып кеше не айтайын деп едім. Қазір мен заметкамнан енді мынандай нәрсені кеше кімнен естідім. Ана орысымның аты кім еді ол? Бір орысты тыңдаушы едім, атын да ұмытып қалдым. Сатиядан мынандай нәрсені естідім. Мен что-то ақырын жүріп жатқан сияқтымын. Сіздер тез жүріңіздер, таңертең ерте тез жүру керек. Енді насколько это правда білмеймін, бірақ мен қабылдай алмадым. Мен сіздер көріңіздер, может сіздердің саналарыңыз ондай дүниені қабылдай ма екен. Бір әйел Сатияға сұрақ қойып жатыр да, күйеуім арақ ішеді, қайтем, қалай қойдырам, пәленбай жыл тұрам деген секілді. Сонда ол кісі бүйтеді. Ер адам нелюбимый әйелге үйленген кезде сексуальный контактқа еркек өте бір жоғары махаббатпен, өте қалап, өте бір сондай сүйкімді сезіммен түсу керек та, көп күш жұмсау керек. Мысалы, именно еркектің әйелді қалап контактқа түсуінің бір физикалық нелерін өлшесең, орасан зор күш дейді да. Оның жаңағындай ең бірінші санасы, әйелде де сондай, әйелде де еркекте де біреуді қалап, шын бір жер бетіндегі бір ер мен әйелдің арасындағы ләззаттың болатын сезімінің бір наивысший точкасына жету үшін әйелден де еркектен де өте бір көп күш керек. Ол морально, ментально, физически, барлық жағынан. Мысалы, енді әйел адамға физически көп әйелдер өтірік не десе мүмкін. Ал еркек өтірік алдай алмайды ғой. У него физически все должно стоять там конкретно. И когда әйел мен еркек өзінің сүйкімсіз әйелмен тұрған кезде, өзінің сүймейтін әйелмен тұрған кезде, он не знает, как отворачиваться от этой женщины. Енді супружеский долг деген күнде болады ғой. И ол күнде өзінің әйелін қанағаттандыру керек, қасына жату керек деген секілді. Сол кезде дейді, бессознательно қайтадан у него включается жаңағындай өзіне бір маска кию керек. Енді и ол айта алмайды ғой, жасы 30-да или там импотент бола алмайды ғой, потому что сознательно это нельзя. Өзіне жақсы көреді, жаңағы өзін еркекпін деп санайды. Сонда бессознательно пиво ішеді, арақ ішеді. И мас кезінде ол уже, мен маспын. Уже несі бар, себебі бар. Әйеліне айтатын, И солай бір стакан, 2 стакан, 1 бутылка, 2 бутылка пиво. Сонда дейді, бұны бірдеңке алкоголика дейді, формула алкоголика дейді ғой деймін. Формула алкоголика негізі бір-ақ күнде адам алқаш болып кетпейді ғой. Ол по крупице годами жиналады. Сол секілді семьяда дейді, еркектің алқаш болып кетуі, Камиляға жіберем кейде. Осындай историялар болады деп. Енді қорқытып алмай, ақырындап сондай айтып сөзбен. Себебі бүкіл проблема негізі сол махаббаттан басталады. Адам өзінің сүймеген адаммен, сүйкімсіз адаммен тұрған кезде, он бессознательно себя рушит. Өзін семіртіп жібереді, өзін алқаш қылып жібереді екен даже. Кеше сол Сатия Дас деген ютубта бұрыннан тыңдаймын, семейный психолог. Енді ведылардың ілімімен айтады, но прям шуткамен, сатирамен адамды күшті ламат етеді. Мен айтып жатады көбісі, ананы оқисың, сүт сайтты оқисың, фэншуйтті оқисың, ананың басын бір шаласың, мынаның басын бір шаласың.
Ну я такая, у меня натура такая. Маған ұнайды бәрі. Мен еркіндікті жақсы көремін. И сіздерге де соны бірінші күннен үйреткем. Мен сонау 2014-тен оқитын оқырмандарыма айттым. Без фанатизма. Өмірдегі бүкіл жамандық, бүкіл проблема фанатит еткен кезде, табынған кезде кетеді. Күйеуге де табынбаңдар, балаға да табынбаңдар, өздеріңе де табынбаңдар. Әнші, жұлдыз, психолог, ешкімге табынбаңдар. Любой нәрсені естіп жатасыңдар ма? Күмәнмен қараңдар. Құралай ханым болсаң қайтыпсың. Ой-вай, Құралай ханым деудің қажеті жоқ. Или там, ой-вай, Джейло, или там, Төреғали деп. Пенде болғасын, любой адамның бір жерде бұлығы шығып жатады да, ертең андай ожиданиең реальность болып қалған кезде жаман болып қаласың өзің. Всегда адам әдемі баланста өзінің ойы болу керек. Өзінің бір сезімдері. Я жақсы көрме демеймін. Әншілерді, өзің ұнататын өлеңдеріңді, өзіңнің дініңді, өзіңнің тіліңді, но без фанатизма. Бастан кетпей. Бастан кетіп, деп жаңағы не істемеу, я? Мысалы, біреулер жаңағы, ой-вай, шүтсай деп ана, бүгінгі күн мынандай, ертеңгі күн мынандай, бүгін бүйтуге болмайды деген. Мен үшін Алланың әр күні құтты. Құдайдың құтты күні деп апам айтатын. Құдайдың құтты күні өсіп өлегіңді киіп аласың, шешші деп. Мен үшін Құдайдың әр күні құтты. Егер де бір күн жаман, бір күн жақсы, бір күн бірдеме, бір күн шірдеме болса, бір күні тек қана адамдар өліп, бір күні тек қана адамдар туылатын еді. Любой моментте, любой кезде адам туылады. Әр күн для меня, мен вообще таңертең тұрдым, для меня бүгін құтты күн. Бывает там бірдеңелері. Сол үшін, наверное, мен андай фэншуйды до конца фэншуй болып кетпеймін. Сөйтсай болсам, до конца сөйтсай. Мен сіздердің біраз нелеріңізді ламать етіп жатырмын, конечно, жақсы көретін нәрселеріңізді. Но, знаете, без фанатизма, но надо любить. Бір нәрсені жақсы көрсең, шындап, соны түбіне жетесің. Кеше мен шегеге тұратын Жұлдыз деген қызбен прямой эфир өткіздім түнде. Сатқу тақтасын. Неге мен өткіздім? Себебі қазір көп адамдарда теориядан шаршаған. Анадан да оқып, онлайн сабақ оқып, ананы оқып, мынаны оқып, түсінбей жатады уже. Түсінбеймін, вроде бы бәрін істеймін, вроде бы сіздің айтқаныңызды істеймін, бәрін вроде бы сознательно понимаю, тело реагирует. Көп жағдайда телода бір блоктарға қалады, бір глубокий нәрсе бар. Сол кезде соны осындай бір тақталармен, сондай инструменттермен шығаруға болады. Сол үшін мен кеше Жұлдызды көрсеттім, по Казахстану у нее авторские жаңағы правасы защищенный. И сол Жұлдызбен бірінші сөйлескенде көзінен, парақшасынан махаббатты көрдім. Өзінің жасап жатқан дүниесіне деген шексіз бір махаббатты. Ол тақта мынандай ғой, ол мені көмектесті ғой, ол қаншама адамға көмектеседі ғой. Это любовь. Бұл табыну емес. Мен енді біраз психолог болғасын, адамдарды уже отличать ете аламын да. И когда сен что-то любишь, мен мысалы Инстаграмды жақсы көріп, Инстаграм маған соны отвечать етеді. Инстаграмда отырған әрбір адамды уважаймын. Біреу бірдеңке секіріп билеп, біреулер айтады ғой, не меня анау тик-ток билеп жатыр, анау немене бірдеңке, все уважаю. Классно же. Человек вышел. Мен даже талшындарға Инстаграмға салыңдар. Елдanaға айтам, шетелде жүрсің, Лос-Анджелесқа барғанда бар, салшы, не істейш, ода бір американский бір психологияда, қойшы, оны адамдарға керек ба деп, керек деймін, ана қошман бетте тұрған, анарын қолда тұрған керек. Вот именно сенің осындай бір әңгімен керек. Әйел деген өте бір, біз сұмыраймыз ғой. Біз деген, енді білмеймін, біздегі күшті, сіздер жете алмайсыздар біздің миға, біздің гитлерский пландарға ренжімеңіздер енді өздеріңіз. Азамат деген мықты негізі. Біздің қорғаушыларымыз ғой, бірақ әйелдің, егер әйел начнет мстить, парша-паршаң чапсайды. Қазіргі қоғамда еркектер 40-тан аспаған, еркектер түрмеде жатыр, еркектер наркотикқа кеткен, еркектер арақта кеткен. Не үшін? Әйелдің көз жасына қалған, әйелдің қарғысына ұшыраған. Когда женщина 33-тен кейін мстить етіп бастайды, бессознательно, даже сол бір 4 баласымен тұрып жатса да, жасында не көрсеттің? Любой қорқыныш, любой қорқақ адам кішкене атқа мінгеннен кейін өзін қорқытқан адамды бар ғой, чайнап тастайды. Сондықтан осы сөзді бар ғой, видеоны кесіп алып тұрып еркектерге жіберу керек. Они не ведают, что творят. Шын айтам.
они не ведают. Жас жігіттер жас кезінде, күші көп кезде, мықты кезде құтырады, әйелді көрсетпеген жоқ, әлсіз әйелдің бытшытын шығарады, өтеді, бүйтеді. Даже если әйел әлсіз болып, даже әйел мстить ете алмай басқа үйге тиіп кетсе де, карма догонит. Басқа әйел келіп орнына мстить етеді. Әйелдерге тиіспеңдер. Әйелдерді Жанат Қожамжаров аға айтты, нешін жақсы көремін, әйеліңді қыздай күт дейді. Әйеліңді қыздай бақ. Бағыңда, бақытыңда әйелің. Мен постоянно бұрын еркектерді айтатынмын, әйелдерге. Просто менде еркек аудиториясы жоқ қой деп айтатынмын. Қазір байқаймын, менде уже 20-30% ер азаматтар отырады, хаттар жазып жатады, осындай деп. Әйелді ренжітпеңдер. Әйелдің көз жасына қалдың ба, еркектер олай мстить етпейді. Еркекке әйел, мысалы, бір арсыз әйел кездесіп, үйленіп, еркекке жамандық көрсетіп ажырасып кетсе, еркек оған үйінде береді, машинасында береді, кешіреді, бала туып бергеніне рахметін айтады, сөйтіп до свидания қоштасады. И никогда ол әйелін бірінші әйелін есіне түсірмейді. Ұмытады да, сонымен болды дейді. Әйел страшно мстить етеді. Даже ажыраспай үйінде жүріп, сол еркекпен тұрса да, баяғыда 28 жасымда біз ауылда тұрған кезде, немесе мынандай жерде күз айында бүйткенде, қазанның 23-інде дегенде, ол жасы 65 келсе де ұмытпайды. Всю жизнь ертең бар ғой, жасы 50-ге келіп, сүмірейіп, аузынан сөз бетінен бөз түскен бір еркектерді көресің ғой, аянышты, аямаймын мен. Қасында әйелі бүйтіп сықып тұрады. Көбісі айтады ғой, ой, мына әйел бүйткен екен, сен білмейсің ғой. 25 жасында ол әйел не көрді, ол еркектен. Қаншама түндер жылады. Енді Құдай аясын деймін, любой адамда. Бірақ мен біліп тұрам, кезінде құтырған ғой деп. И сол әйелге ақырындап сұрасаң, ойбай, бұл не көрсетпеді деп. Мынандай бір кітап жыры басталады. Жаңағы Манастың ыры басталады. Баяғыда бұл не істемеді бұл деп. Әйелдің ішіндегі обида 90-ға кемпір болып өліп атсаң да, уже ертең. Так что жас жігіттер мені тыңдап отқан. Бай болам, бақытты болам, үлкен әулеттің бір мықты азаматы болам, қоғамға пайдам тиеді десеңдер, бақыттарың тек әйелден ғана. Тек қана әйелден ғана. Әйелді риза қылдың ба, әйелге ақшасын бердің ба, әйелге жағдай жасадың ба, просто растешь и все. Жадный болдың ба, көйлегін әпермей қойдың ба, үйін сап бермей қойдың ба, қаңғыттың ба, она будет тебе так мстить. Қазір бала туып жүреді, көтенінен баласы ағып, бычыты шығып, екі қабат өз тозып, бычыт жүреді жас кезінде. Но бір жасы 40-қа бір ілігіп алса, балаларының алды бір кішкене өсіп алса, ертең солай мстить етеді. Көзіңнен қаныңды ағызып тұрып. Оның үлкен бір еркектерді өздерің сұраңдаршы, барып, жаңағы не істеп жүредің деп. Сондай болады. Так что давайте жить дружно, ребята. Азақ уақыт қапты, ал енді дышым, неше түрлі әңгімемен сіздерді өрістетіп жүрдім. Өздеріңіз сұрайсыздар, осы хат жазасыздар, өйтсек қайтеді, бүйтсек қайтеді, анау бүйтіп жатыр. Менің тілімді шығарып қойсыздар, сөйле, сайра бұлбұлым деп. Сосын тәтең сайрайды, таңертең тұрып алады. Мен по-любому 3 километр жүремін, почему бы сайрамасқа. Бірақ маған андай сын пікір жазатын адамдарға күлкім келеді, жандарыма, жүректеріме ұрып, неге бүйтіп сөйлейсің, неге сөйтіп сөйлейсің, неге бір жерде тұрып сөйлемейсің, неге жатып сөйлемейсің. Сіздер үшін тағы не істей аламын. Оқып алыңыздар, мен сіздер үшін жүрген жоқпын. Өзім үшін, өзім балаларым үшін жүрмін. Өзімнің денем, тәнім, өзімнің жаным үшін жүрмін. Сіздерде үшін жүрейін, потому что ренжіп қалатын шығарсыздар. Сіздерге айтып жатырмын. 1 жыл болды осы Ербалаев клубта билеймін. Қыздар біледі енді, мен бұрыннан Ербалаевты ішемін. Алояс қатты ұнайды. Барселонаға чемоданыма салып алып кетіп тұрып ішемін. Себебі 40-қа дейін бір психологияммен, осындай бір активный өміріммен 55 килограмм ұстап тұрғам. Осы соңғы жылдары карантиннан кейін әсіресе стресс болды өмірімде, түрлі нелер болды. Сол кезде 65 болып семіріп кеттім. Өзім ұстай алмай қалдым.